Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін осындай балетке тоқитын боламыз. Мен бір жағын тоқып дайындап алдым. Бұл менде табаны бөлек алынатын және үстіндегі жіп, ол бізде үстіндегі жіп полиэфирный шнур 3 миллиметрлік. Мен осындай полиэфирный шнурды қолдандым, эксперимент жасап көрдім. Өте жақсы ұстайды екен формасын, және де майысы кеңейіп кетпейді екен. Сіздер егерде қаласаңыздар 2 миллиметрлікпен де тоқуға болады. Және де бізге маркер керек. Маркер мен не үшін қолданам? Себебі бұл жіпті біз байлай алмаймыз. Және мына крючокпен тоққан кезде қыстырып кетіп отырамыз. Сол кезде бізге өте жеңіл болады. Дәл ортасын тауып аламыз. Мен ішіндегі ұлтарағын алып тастадым. Осы жерден бастап табанның осы шетінен бастаймыз да көтереміз өкшесін. Бұл жіп қиғаннан кейін шеті сөгіліп кетеді. Сол себепті әрдайым жібек жіп сияқты сөгіліп кетеді. Сол үшін біз күйдіріп отырамыз. Мен осы жерден өткізіп алдым. Екі осындай В сияқты жіптің ортасынан өткізіп алдым. Біз жібек жіппен тоққан кезде әрбір петлядан өткіземіз. Ал мына жерде бізде қалың жіп болғандықтан біз қазір бір нені тастап кетеміз. Ортасын тастап кетеміз да осындай үшбұрыштың ортасынан өткізіп отырамыз. Мінекей, екінші петля жасадым. Мына жерде үшінші петля жасадым. Мына бітей жіптің шетін осы жіптің арасына тоқып жібереміз. Бұл жіптің арасына көрінбей кетеді. Біз жібек жіппен тоққан кезде, естеріңізге сала кетейін, жібек жіппен тоққан кезде жібек жібі өте жіңішке болғандықтан әрбір петлядан өткіземіз. Мына жерде бізде 3 миллиметрлік қалыңдықта полиэфирный шнур. Сіздер 2 миллиметрлікпен тоқығанның өзінде дәл осылай бір петляны тастап, екінші осы әрбір осындай үшбұрыштың ортасынан алып отырыңыздар. Себебі егерде олай алмасаңыздар, мына жіп жиілігі көп болғаннан кейін тоқыған аяқ киімдеріңіз не болып кетеді? Кең болып кетеді. Мінекей, осы жерден, дәл осындай жерінен өткізіп айналдырып әкелеміз. Осы жіппен мен кедай ғана тоқыдым, дәл осындай. Кроссовки тоқуға бола ма, болмай ма әлі білмеймін. Эксперимент жасап көрмедім. Но мына жіп өнімді екен, өзі жуан болғандықтан өнімді тез тоқылады. Осы жіппен осылай айналдырып әкеліп, осы жерге келіп тоқтаймыз. Мінекей, мен осы жерге әкеп айналдырып шықтым толығымен табанды. Енді мына жерден соединительный петля жасаймыз. Осылайынан өткіземіз де, мына крючоктағы жіптен өткіземіз, сонда бізде соединительный петля болды.
Ары қарай дәл солай жалғастыра береміз. Әрбір петлядан столбик без накида тоқи береміз. Мен крючоктың қалың жағымен тоқып жатырмын. Айта кетейін, ұмытып кеттім айтуға. 4 деген номерлі жағымен тоқып жатырмын. Ал жібек жіппен тоққан кезде жібек жіп бізде жіңішке болғандықтан біз ең жіңішкесін қолданамыз крючоктың. Мына крючоктың бір жағы 3, бір жағы 4. Мен 4 деген жағымен тоқып жатырмын. Себебі менің жібім қалың. Неге дәл осылай соединительный петля жасап, айналдырып әкелеміз. Неге бірінші тоқығанда мен айналдырып әкелдім. Екінші рет тоқығанда дәл солай 1, 2, 3 рядты мына бірінші тоқып өткеннен кейін 2 ряд айналдырып шығамыз тоқып. Содан кейін барып өкшесін жоғары көтеретін боламыз. Міне мен 2 ряд толығымен тоқып шықтым. Ары қарай өкшесін көтеретін боламыз. Дәл осылай өлшеп аламыз. Өкшені осылай өлшеп аламыз. Осы екінші жағына дейін тоқимыз. Тек қана өкшені айналдырып көтеріп отырамыз. Тоже столбик без накидамен тоқимыз. Тек қана өкшені ғана айналдырамыз. Осы жерден отметка жасап қойсаңыздар болады. Сіздер үшін мен маркермен белгілеп қойдым. Осы жерден қазір қайтып келіп, осы жерден бастаймын. Мына өкшенің қазір бірінші қатарын тоқып жатырмыз біз. Мына біздің бірінші жаңағы 2 ряд тоқыған, ол бізде подъем деп аталады. Подъемнан кейін біз өкшені көтереміз. Біз өкшеге подъемды жасап қойдық, енді ары қарай өкшені жоғары қарай, тобыққа қарай көтереміз. Дәл осы әдіспен, дәл осы столбик без накидамен біз екінші жағына дейін столбик без накида тоқимыз. Ар жағына келгенде тағы да маркермен белгілеп отырамыз. Жібек жіппен тоққан кезде кейбіреулер түйіп отырады. Түйіп отырған ыңғайсыз, себебі қазір қателесіп кетсеңіз, оны қайтадан сөгу керек. Сөккен кезде қиындық тудырады. Көп жағдайда осылай маркермен белгілеп кетіп отырсаңыздар, маркерді алып тастаған кезде сөгуге оңай, тез. Уақытты үнемдейсіз. Мен екінші жағына дейін келдім тоқып. Осы жерде, мысалы, жібек жіппен тоққан кезде біз осы жерде түйіп тастаймыз жіпті. Ана жерде біз қалың жіпті түйе алмаймыз, себебі ол қалың жіп болғандықтан ол аяққа батады. Сол себепті маркермен белгілейміз. Маркерді ілеміз. Осы жіпті осылай теңестіреміз де, қайтадан бірінші басына келіп, столбик без накидамен жалғастырамыз. Екінші рядты тоқи бастаймыз. Мына ораған жібімізді ішінде, жаңағы осы тоқманың ішінде қалдырып өтеміз. Маркерді алып тастаймын да, дәл осы жерден жіпті өткізіп алып, қайтадан маркерді іліп қоямын. Дәл осылай теңестіріп отыру керексіздер. Мына жіпті не тартып, не қатты бос қып жүрмеңіздер, себебі өкшені аяқ киімді киген кезде ол тым бос болса, аяқтан түсіп қалады. Егерде қатты қысып жүрсеңіздер, онда тар болып қалады.
Сол себепті тепе теңдік сақтап, осы жіпті дәл осы жерге тоқып жіберу керек. Столбик без накидамен осылай айналдырып шығамыз. Бұл полиэфирный шнур негізінде сумка тоқуға да болатын жіп қой. Мен просто аяқ киімге эксперимент жасап көрейін дедім. Бұл далаға киетін аяқ киім болғандықтан формасын жоғалтпайды екен. Дәл осылай міне 5 ряд көтеруіміз керек жоғары. Өздеріңізге қалай ыңғайлы 4 немесе 5 ряд көтересіздер. Өкшеңізді тобықты жауып тұратындай қыласыз ба, или одан төмен болу мүмкін емес, бірақ тобықты жауып тұратындай болу керек аяқтан түспеу үшін. Бұл жіп аяқты терлетпейді, сондай өзінің қасиеті, характеристикасы бар. Өкше жағын тоққан кезде бос қып тоқмау керек. Шама келгенше мықты тоқылу жолымен тоқсаңыздар. Мына жіпті ішінде қалдырып отырған себебіміз осылай жіп тоқыған жерге осылай арасына қалдырып отырғанда, ол бізге формасын ұстауға мықты бір не болады. Подъем сияқты, бірақ мықты болады. Аяққа киген кезде формасын жақсы ұстап тұрады. Өйткені мына жіп қалыңдық беріп тұрады ғой арасында. Жібек жіппен тоқығанда да осылай тоқимыз. Тек қана жібек жіппен тоққан кезде бір ерекшелігі бұның бұл жерде узор қолданады. Узорды не үшін қолданады? Ол жібек жібі жіңішке болғандықтан узорды қолданады. Ол узор өкшені көтерген кезде қалыңдық беріп, аяқ киім формасын ұстауға және аяқтан түсіп қалмауға көмек береді. Сол себепті мына жерде мен ол узорды қолдана алмаймын. Себебі бұл жіп біздің өзімізде, бұл жіптің өзі қалың, 3 миллиметрлік қалыңдықтағы жіп. Сіздерге мүмкіндік болып жатса, 2-мен де тоқуға болады, 2 миллиметрлік жіппен. Ол кішкене жіңішкерек, және де ондай жіппен кішкене басқаша болып шығады аяқ киім. Дәл осылай айналдырып отырасыздар да, айналдырып, өкшені көтеріп аламыз. 4 не болмаса 5 биіктікке, 4 не болмаса 5 ряд көтереміз. Мынау менде тоқып жатқаным 40-шы размер, себебі мен неге 5 ряд тоқим, себебі менде 40-шы размер, ал адамның аяғына ыңғайлы болу үшін. Мысалы, біз 4 ряд тоқып қоя салсақ, ол 4 рядты біз 38 сондай размерлерге тоқимыз, себебі ол адамның аяғының биіктігіне байланысты. Кейбір адамның аяғы жалпақ болады. Сол себепті аяғында дұрыс тұру үшін мен 5 рядқа биіктікте көтерем. Достар, және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сұрақтар болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Мінекей мен маркер тұрған петляны тоқып өттім де, және маркер шешімде жаңағы тоқып шығарған петляға өткізейім. Сосын қайтадан жіпті жаңағыдай теңестіріп, қайтадан басынан бастаймын.
басынан бастаған кезде мына жерде өзі көрініп тұрады. Бірінші петляға мен өткіздім ғой, енді соның үстіндегі екінші петлядан өткізіп аламыз. Себебі біз жоғары қарай көтеріліп жатырмыз. Ешқандай өзгеріссіз узорды біз тек қана алдын шығарған кезде тоқимыз. Біз домашний тапочка тоққан кездегі узор бар ғой, дәл сол узорды біз осы жерде қолданамыз. Негізінде дәл сондай узормен тоқу міндетті емес. Кім қандай өзіне ұнайтын размер, өзіне ұнайтын әдемі узор болса, сонымен қолдана беруге болады. Мен ары қарай столбики без накидамен тоқып, осыны аяқтағаннан кейін осылай формасын теңестіріп отырасыздар. Сосын ары қарай уже біз алдын тоқитын боламыз. Алдын тоқығаннан кейін несін көтереміз. Тобықтың үстін көтереміз айналдырып. Мен жеттім, 5 рәт тоқып шықтым, я. Ары қарай біз жалғастырамыз басын тоқуға. Басын тоқып, осылай қарағанда көрініп тұр, екеуі бірдей. Үстіңгі петлялар ол уже жапқан кездегі петлялар. В общем, менде 7 шығып тұр, 7 ряд. Ары қарай біз басын бастаймыз. Табанның бас жағынан бастаймыз. Жаңағы жіпті үзбейміз ешқандайда. Мына бірінші табанды тоқығандағы менде узор кетіп тұр. Бірінші 1, 2, 3, 4, екінші рядта 5, ары қарай 6, солай узор тоқи береміз. Менде мынау 40-шы размер болғаннан кейін мен алдына 4 узор істедім. Егерде 38, 37 кіші размерлер болатын болса, стандартный, оларға 3 ала берсеңіздер болады. 3. Мінекей осылай өлшеп аламыз да. Ана жіпті үзбейміз. Ол жіпті сол тоқып келе жатқанда арасына қалдырып отырамыз. Тоқып өтіп отырамыз. Ішіне қалдырып кетіп жүрмеңіздер. Ішіне қалдырып кетсеңіздер, ол мешать етеді аяққа киген кезде. Бір петля іліп алдым. Накид жасаймыз. Жанынан бір петляны тастаймыз да, сол келесі петлядан үшеуіне бірге өткіземіз. Қайтадан накид ілеміз де, дәл сол өткізген петля тесіктен тағы бір петля өткіземіз. Сонда бізде бір узорымыз пайда болды. Ары қарай тағы да накид ілеміз де, бір петляны тастап, екінші петлядан осылай 3 жіптен өткіземіз. Қайтадан накид ілеміз де, дәл сол тесіктен 2 петля осылай шығарамыз. Сол кезде бізде екінші узорымыз шықты. Дәл солай ары қарай бір петля тастап отырасыздар. Узордың арасына бір петля тастап отыру керек. Себебі узор бір-біріне жабысып кетеді. Жабысып кеткенде ол үсті кең болып кетеді. Менде 3 узор шықты, мына жерде. Қайтадан ілеміз де, 4-ші узорды тоқимыз. Төртінші узорды тоқығаннан кейін жанынан
бір петля тастайсыз, не болмаса тастамайсыз. Мен мына жерде тастаған жоқпын, жай соединительный петля жасаймыз. Ана жағында мен бір петля тастадым. Басында бір петля тастасаңыз, онда шетіне тоқыған кезде бір петля тастап отырасыз. Егер де тастамасаңыз, онда тастамайсыз мына жақ шетінен. Себебі біз бір жағынан тастап, бір петля тастап, бір жағынан бір петля тастамасаңыз, ол сізде қисайып, аяқ киіміңіз шықпай қалады. Мына жерде мен мына жерде соединительный петля жасадым. Енді маркерді ілдім. Енді қайтадан мына жіпті осы жағына өткіземіз де, қайтадан бір петля тастап, осы жерден өткіземіз. Екінші петлядан өткізіп аламыз да. Бір накид жасап, жаңағы екі узордың ортасынан петля шығарамыз. Екі узордың ортасынан осылай екі рет тоқып аламыз. Сол кезде бізде үстіңгі екінші рядтың узоры пайда болады. Енді әрі қарай, осы жерде әрі қарай біз әрбір узордың ортасынан тоқи береміз. Әрбір узордың ортасынан осындай узор шығарып отырамыз. Енді біз жаңа басында 4 тоқыдық, 4 узор. Енді екінші рядта бізде 5 узор шығады. Узордан шатаспай санап отырыңыздар. Келесі үшінші рядта бізде 6 узор болады. Солайынан узор саны жоғарылай бастайды. Аяқ киімнің басы узкий болғандықтан, ар жағы жалпақ. Сол себепті бізде узорымыз көбейіп отырады. Енді жоғары қарай тоқыған кезде адам өзіне қажетті биіктікте тоқиды. Сондықтан қажетті биіктік 12 сондай ряд болуы мүмкін. Сізде қандай размер болса, соған байланысты. Мысалы, сізде 38 размер болатын болса, сіз оған 12 тоқи алмайсыз. 12 уже слишком биік болып кетеді. Мен маркерға дейін келдім. Қазір маркердағыны ілемде. Маркерді босатып, келесі бір петля тастаймыз да, сол жерден соединительный петля жасаймыз. Енді осы петляға маркерді ілеміз. Сосын егер де бізде қателік кетіп жатса, осы маркерді алып тастап, сөгіп жібереміз. Жалпы жібек жіппен тоқыған кезде бізде байлап отырады ғой. Жібек жіппен тоқыған кезде байламай, осылай маркер тағып отырсаңыздар, сөгуге жеңіл. Өте жеңіл болады. Жібек жіпті сөгудің өзі оңай емес. Ол өйткені өте жіңішке. Енді осылай ары қарай үшінші рядқа көшеміз. Бір петля тастаймыз, екінші петлядан іліп аламыз. Әрбір узордың ортасынан узор шығарып, үшінші рядта 6 узор тоқимыз. Бұл узордың аты есімде жоқ. Гусиные лапки деп аталама, әйтеуір осы узор өте жеңіл. Және аяқ киім тоқығанда өте, тапочка тоқыған кезде тоже осы узорды қолданады, үстін тоқыған кезде. Және де кроссовки, осындай кедиларға, бәріне, сандалиға, бәріне осындай узормен тоқыған болатынмын.
Ары қарай достар келесі бөлімде жалғастыратын боламыз. Сіздермен бірге болған Салтанат Құрманқызы. Достар, мына жерде санап өтейік, иә. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 менде, иә. 12 ряд тоқыған екенмін. Дәл осылай екінші аяқ киімге де 12 ряд тоқимыз. Себебі бұл бізде 40-шы размер.